сөйлейік атты аудио бағдарламалар циклы біз жалғастырамыз. Енді біз көптеген мәселелерге тоқталдық. Көптеген сөздердің дұрыс айттық әрбір цикл сайын. Енді біз сөз ішіндегі дыбыс өзгерістердің заңдылықтарына тоқталсақ. Қандай заңдылықтар бар, қандай ерекшеліктері бар? Бір мысалдармен ерекше, көбіне көп айтылып жүрген тоқталып өтсеңіз. Алдыңғы курстарда біз қазақ сөздерінің нормасын, қазақ сөзінің ішіндегі дыбыстық өзгерістер туралы айттық та, бірақ енді қарапайым тыңдарман үшін ол бір жүйе сөз құбылыс сияқты көрінуі мүмкін. Бұның бәрін біз қайдан білеміз дегенде, негізгі заңдылықтарды білсеңіз, сіз сол заңдылықтарға сүйене отырып, қазақтың сөзін дұрыс айта аласыз. Ол негізгі заңдылықтар өзі азғантай ғана. Ең бірінші қазақтың сөзі сингармонизм заңына бағынады. Яғни сіздің сөзіңіз не тұтастай жуан болып айтылады, не тұтастай жіңішке болып айтылады. Тіпті біздің қазір айтып жүрген қазақтың тілінде араб тілінен енген сөздердің бір бөлігі жуан, бір бөлігі жіңішке айтылады деген қағидамыздың өзі де дұрыс емес. Шын мәнінде араб тілінен енген бір бөлігі жуан, бір бөлігі жіңішке болып жазылатын сөздердің өзі де не бір тұтас жуан, не бір тұтас жіңішке айтылады. Мысалы, құрмет десеңіз, қ жіңішке болады, оңыз ө болып айтылады, құрмет, мет. Сөзіңіздің барлығы жіңішке болады. Иә. Бірақ жазған кезде сіз оны о деп жазып, құрмет болады. Қыңыздың өзі жіңішке болып тұр. Сонда қ дыбысы тек қана жуан сөздерде кездеседі деп айтамыз, дегенмен ол алдыңғы жіңішке буынның әсерімен қының жіңішке айтылуы мүмкін. Мысалы, май сөк деген алдыңғы бағдарламада келтірген мысалы, иә, онда да сөк деген сөз жіңішке болған себепті май деген сөзді де жіңішкертіп тұр, мәй сөк болып кетіп тұр. Қазақтың тіліндегі бізде көбіне көп айтады ғой, әжелер сияқты сөйлемеңдерші осы деп. Жоқ, өте дұрыс. Сингармонизмге бағынады. Сингармонизм ол күшті заң. Кез келген сөзін не жуан айтасыз, не жіңішке айтасыз. Бұл бірінші ережесі. Енді қандай тағы да заңдылық бар десеңіз, екінші заңдылық алдыңғы аудио курста айтқан, ол еріндік сингармонизм. Еріндік сингармонизм сөздің басында еріндік дыбыс тұрып, сөздің екінші, үшінші буынында қысаң дыбыстар тұрса, және жартылай ашық е дыбысы тұрса, олар еріндік болып айтылады. Бұл екінші заңдылық. Енді үшінші заңдылығымыз ол дауыссыз дыбыстарға байланысты. Көрші тұрған дауыссыз дыбыстар, яғни сөздің ішінде ол түбір мен жалғаудың ортасында екі дауыссыз қатар келіп қалуы мүмкін. Мысалы, аттар дегендегі екі т, немесе ақ үй дегендегі ақ үй десеңіз, дауыссыз бен дауысты қатар келіп тұр. Осындай құбылыстарда екі дауыссыз қатар келгенде, дауысты мен дауыссыз қатар келгенде, яғни түбір мен қосымшаның жігінде дауыссыз дыбыстар түрлі өзгерістерге ұшырайды. Оның заңдылығы біреу-ақ. Дауыссыз дыбыстар қатаңдығы, ұяңдығы жағынан бір-біріне ұқсауға тырысады. Не болмаса ұяң дыбыс қатаңданады, не болмаса қатаң дыбыс ұяңданады. Ал енді дауысты дыбыстардың әсерімен дауыссыз дыбыстардың көбі ұяңданады. Яғни қатаң дыбыстар ұяң дыбыс болып айтылады. Жаңағы ақ үй дегенде сіз ақ үй деп айтпайсыз, ақ үй деп айтасыз. Ақ үйде. Мысалы, тағы қандай мысал бар? Осындай. Ақ үй мысалы, ақ ешкі, енді ол тіркес, мысалы, ағырымшық деген тағам бар, қазақтың ағырымшық деген тағам бар, онда дағы айтылады. Одан кейін, мысалы, күрделі сөздер егер біріккен сөздер болатын болса, бұл біз дауыссыз дыбыстарға қатысты бір заңдылық. Енді дауысты дыбыстарға қатысты сөздің ара жігіндегі тағы бір құбылыс бар. Дауысты дыбыстарға қатысты ол дауысты дыбыстардың түсіріліп айтылуы. Мысалы, алма ағаш. Алмағаш. Термин. Алмағаш бірге жазылады, екі а жазылады, бірақ айтқан кезде алмағаш деп айтасыз. Біреу түс қалады. Қара өрік, қар өрік. Ол да термин, ол бір өсімдіктің атауы, қар өрік деп айтылады. Сары ағаш дегенде де дәл солай. Алматы ше. Алматы болып жазылады. Ол жерде ешқандай екі дауыстың кезде алма ата деп айттық. Жоқ, ол орыс тілінен келген атау. Бұл жерде ешқандай да Алматы қала береді дейсіз ғой. Ол алматы деген, алма деген сөзге т деген жұрнақ жалғану арқылы жасалған топоним. Т деген бұл сын есім жасайтын, қазір сын есім жасайтын жұрнақ қазіргі кезде, мысалы, балалы, үйлі дегендегі л, д, т, осының варианттары. Балалы, үйлі, баранды дегендегі
варианттар осы көне формасы. Мысалы, қазіргі тілдің заңдылығы бойынша дауысты дыбыстан кейін л жалғанады. Егер дұрыс қазіргі заманы тұрғысынан айтсақ, алмалы ғой. Иә, алмалы. Мен ойланып отырмын, бірақ қоюға ыңғайсызданып отырмын. Т болатын себебі ол көне жұрнақ, көне. Осындай формадағы топонимдер бізде көп. Өлеңті деген бар, шідерті деген бар. Енді қазіргі тілдің заңымен айтсақ, ол өлеңді, шідерлі болу керек. Бірақ ол көне форма. Бұның өзі Алматының өте көне топоним екенін дәлелдейді. Рахмет сізге, Анар ханым. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы, 2015 жыл.